Қыздар, баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Рая. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге глютенсіз ажурный болып шығатын құймақтардың рецептімен бөлісемін. Салмақ тастап арықтап жүрген жандар, қанша жесе де семіртпейтін құймақ. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысқа бөлме температурасында, яғни жылы сүт құямыз. 2 жұмыртқа және дәміне қарай сахар заменитель немесе бал салсаңыздар болады. Жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін глютенсіз күріш ұнын және жасыл гречка ұнын саламыз. Қажет ингредиенттердің бәрін видеоның төменгі жағына, яғни описание бөліміне жазып қалдырамын. Одан кейін жоп-жұмсақ және ажурный болып шығу үшін сода немесе разрыхлитель салып жақсылап араластырып аламыз да міндетті түрде ерітілген сары май құямыз. Сары май 82%-дан төмен болмауы қажет. Енді сковородкамызды жақсылап қыздырып аламыз да бір ожаудан осылай құйып пісіріп аламыз. Менің рецептімен жасасаңыздар осылай ажурный болып шығады. Глютенсіз құймақтар кәдімгі ақ ұннан жасалған құймақтарға қарағанда кішкене нәзіктеу, жұмсақтау болады. Сонда да бірақ жыртылмай әдемі болып, жұмсақ болып піседі. Менің рецептімен жасасаңыздар 15-20 шақты құймақ шығады. Қант диабеті бар жандар бал қоспай жасаңыздар. Егер тәтті болғанын қаласаңыздар, фитбарат сахар заменителін қоссаңыздар болады. Қандай ұн қолдандым, қайдан алдым, видеоның соңында айтамын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Менің рецептімен жасасаңыздар осындай ажурный болып, әдемі болып шығады. Таңғы асқа немесе перекусқа балдарыңызға ұсынсаңыздар өте пайдалы, денсаулығыңызға еш зияны жоқ. Және қонаққа ұсынсаңыздар да болады. Құрамында кәдімгі ақ ұн жоқ екен, байқамай да қалады. Және қанның құрамындағы қан деңгейінде көтермейді. Міндетті түрде менің рецептімен жасап, нәтижесін комментарийда бөлісіңіздер және парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал егер пайдалы ұндарды, сахар заменительді қайдан аламын десеңіздер, Каспий магазинінен алсаңыздар болады. Егер көп мөлшерде алып немесе арзан алғыңыз келсе, Flip-KZ-тен заказ беріңіздер. Қант диабеті бар жандар фитбарат сахар заменителін қолданыңыздар. Міне мен осындай зеленая гречка ұнын және глютенсіз күріш ұнын қостым. Бұны Flip-KZ-тен тапсырыс бердім. Сау болыңыздар.